Hello, I'm Mrs. Shanat. Welcome to my channel. Сіздермен бүгін осы English Language кітабы Activity Book 3 сыныптар бойынша өтеміз. Енді бұл бізде 7-ші бөлім, яғни Buildings, ғимараттар деп аталады екен. Lesson 1 және де Lesson 1 және де Lesson 2, яғни бірінші екінші сабақтарды өтеміз. Ол бізде 75-76 беттер. Қараңыздар, exercise number 1. Мұқият қараңыз. Find and write the parts of a house. Яғни тап және де жаз дейді. Үйдің бөліктерін жазыңдар дейді. Мысалға, қараңыздар. Бірінші суретте не бейнеленген? Мысалға, бұл бізде bedroom, сөздерді қайталап кетейік. Bedroom, жатын бөлмесі. Екінші суретте ол бізде не орналасқан? Яғни бұл бізде көріп тұрғандарыңыздай bathroom, жуынатын бөлме. Үшінші суретте не көріп тұрсыздар? Бұл бізде ас бөлмесі. Kitchen. Төртіншісі ол бізде не деп ойлайсыздар? Бұл бізде қонақ күтетін қонақ бөлмесі, отыратын бөлме. Яғни бұл бізде living room. Мынау бесіншісі ол бізде не екен? Бесіншісі бұл бізде коридор деп айтамыз, немесе холл деп айтамыз. Hall болады ағылшыншада, солай айтамыз. Алтыншысы ол бізде аула, аула немесе бақша деп айтамыз. Ол бізде үйіміздің алды, демек ол бізде garden болады. Garden. Енді сөздерді қайталадық. Енді тапсырмаға көшейік. Қараңыздар. Мынау номер бойынша, бірінші, екінші, үшінші, төртінші осы номерленген бөлмелерді біз мына жерден тауып, мына жерге тұс-тұсына қоюымыз керек екен. Сосын мына жерден тауып, тура осылай бүйтіп дөңгелектеп қоятын боламыз, белгілеп. Біріншісі ол бізде bedroom. Міне қарасаңыздар, бірінші номер, міне бірінші номер. Bedroom жатын бөлмесі. Ал оны біз қай жерден таптық? Мына жерден осылай тауып, осылай дөңгелектейміз. Енді екіншісі ол бізде жуынатын бөлме, bathroom. Енді bathroom деген сөзді таба қояйық. Қай жерде екен? Міне мен таптым. Bathroom. Міне осылай дөңгелекте белгілейміз де, осы сөзді мына жерге жазамыз. Bathroom. Bathroom. Енді келесі ол бізде үшіншісі, Үшіншісі ол бізде ас бөлмесі. Ас бөлмесі ол бізде kitchen. Kitchen деген сөз міне мен мына жерден таптым. Kitchen. Енді kitchen деген сөз, бұл үшіншісі, қараңыздар. Енді kitchen деген сөзді жазамыз. Kitchen. Жаздық. Төртіншісі ол бізде не екен? Төртіншісі міне, бұл бізде қонақ бөлмесі, яғни living room. Мен мына жерден таптым, міне қараңыздар. Living room. Енді осы сөзді мына жерге жазамыз. Living room бөлек жазылады. Living room. Енді бұл бесіншісі ол бізде не екен? Hall. Яғни hall немесе коридор деп айта береміз. Hall деген сөз мына жерде тұр екен. Міне осылай дөңгелектейміз да. Осы жерге hall деген сөзді жазамыз. Hall. Одан кейінгі алтыншысы ол бізде бақша немесе аула. Ол бізде garden деген сөз мына жерде тұр екен. Таптық. Енді garden деген сөзді мына жерге жазамыз. Garden. Түсінікті болды деп ойлаймын бұл тапсырма. Енді екінші тапсырмаға көшейік. Complete the sentences дейді. Сөйлемдерді толықтырыңдар. Then look at exercise number 1. Сосын бірінші тапсырмаға қараңдар. Again and put a tick. Қыстымсық белгісін қой, немесе cross. Крестік белгісін қой дейді бізге. Енді қараңыздар. Мына жерде біз табуымыз керек. Мысалға оқимыз. Қараңыздар, түсінікті болсын. Біріншісі. There is a, мына жерде көріп тұрғаныңыздай айна жазылып тұр. Mirror in the hall деп тұр. Көрдіңіздер ғой, There is a mirror in the hall. Яғни hall қай жерде тұр? Міне, бөлме. Мынау бізде коридор hall. Ол жерде бөлмеде не орналасқан екен? Бұның ішінде mirror, айна орналасқан екен. Айна деген мына суреттегі сөзді жазамыз. Егер орналасқан ба, орналаспаған ба? Орналасқан, сол себепті міне орналасқан деп жазамыз. Дұрыс орналасқан. Енді мына жерді қараңыздар. There is a, мысалға бұл бізде bed, төсек деген сөз. Bed деп жазамыз да. In the bathroom, яғни мұнда ванна жуынатын бөлмеде төсек бар дейді. Мына жуынатын бөлмеде төсек көріп тұрсыз ба? Жоқ, бұл жерде төсек жоқ. Сол себепті мына жерге X деген крестік белгісін қоямыз. Үшіншісіне қараңыздар. There is не дейді? Бұл бізде cooker, газ плитасы. Cooker in the kitchen дейді. Ас үйде газ плитасы бар дейді. Яғни мені көріп тұрмыз. Бар екен. Cooker деп жазамыз мына жерге.
cooker деп жазамыз да, мына жерге галочканы қоямыз, иә, құс тұмсық белгісін. Төртіншісіне қараңыздар. There is a, не дейді, мынау бізде неге ұқсап тұр? Ваннадағы зат, иә? Ванна, жуынатын бөлмедегі, бұл in the bedroom деп қойыпты. Бұл бізде сіздермен bath деген сөзді өттік. Бұл бөлімде bath, яғни не деген сөз? Bath деген сөз, ванна деген сөз, иә? Мына жерде ваннаға ұқсап тұр ма, әлде ванна, иә? Ванна деген сөзді өттік. Сол себепті жуынатын бөлмедегі bath деген сөз жазамыз. Bath. Негізі тапсырмаларда осылай bath in the bedroom. Яғни не дейді? Жатын бөлмеде осы ванна бар дейді, иә? Бізде ондай жоқ, сол себепті мына жерге крестик белгісін қоямыз. Ал енді бұл осы lesson 1 бірінші сабақ аяқталды. 75-ші беттегі енді келесі ол бізде екінші сабақ. Міне мұқият қараңыздар. Lesson 2 дейді екен, иә? Look, read and label the picture дейді екен. Яғни не дейді? Бізде суретті белгіле дейді. Қара, оқы және де суреттерді белгіле. Мына сөздерді, мына суретке байланысты атауын жазып шығатын боламыз. Мысалға қараңыздар. Сөздерді бір қайталап жіберейік. Бұл бізде mat, яғни кілемше деген сөз. Ол кілемше мына жерде тұр екен, иә? Clock, сағат, яғни қолға тағатын емес, ілініп тұратын wardrobe, яғни бұл бізде киім салғыш, гардероб деп атаймыз. Armchair, кресло, bed, төсек, lamp, лампа, sofa, диван, chair, яғни орындық, table, үстел, TV, теледидар деген сөз. Енді қараңыздар, мына жерде біріншісін қараңыздар, armchair, яғни бұл бізде не екен? Бұлай белгілеп көрсетіп қойған. Бұл бізде кресло, иә, екі қол қоятын жері бар мына жерде кресло. Сол себепті жаздық armchair деп. Міне armchair деп сызып қойдық. Енді екінші суретке мән беріңіздер. Бұл бізде не екен? Міне mat, яғни кілемшелер деген сөз. Ол бізде мынау mat. Осы сөз мына жерге mat деп жазамыз. Үшіншісіне қараңыздар. Бұл бізде үшіншісі ол бізде неге ұқсап тұр? Үшіншісі қараңыз. Үстелді көрсетіп тұр, иә? Үстел ол бізде қайсысы болады екен? Table болады. Орындық емес, table, үстел. Мына жерге table деп жазамыз. Table, иә? Төртіншісіне қараңыздар, бұл бізде төсекті көрсетіп тұр. Төсек дегеніміз ол бізде bed. Міне сіз тастап отырып жазамыз түсінікті болу үшін. Міне bed. Bed кетті. Төртіншісі, бесіншісі ол бізде не екен? Диван деген сөз. Диван ол бізде қайсысы болады? Sofa. Sofa деп мына жерге жазамыз. Sofa. Алтыншысына мән беріңіздер, бұл бізде гардероб, иә, киім салатын, яғни wardrobe деген сөзді жазамыз мына жерге. Wardrobe. Көріңіздер, wardrobe. Енді сыздық. Жетіншісі ол бізде міне сағаттар, сағат деп айтамыз. Бұл бізде қайсы екен? Clock. Clock деп жазамыз. Clock деп жаздық. Жетіншісі, енді сегізіншісіне қараңыздар. Бұл бізде сегізіншісі. Ол не екен? Нені лампалар көрсетіп тұр. Лампа деген, міне, ламп, жарықтар, иә. Лампалар жазамыз. Lamp деп. Lamp. Одан кейінгі тоғызыншысына қараңыздар. Бұл бізде орындықтарды көрсетіп тұр. Ол бізде chair болады. Chair деп мына жерге жазамыз. Chair деп жазамыз. Енді 10-шы ол бізде теледидар. Теледидар деген сөзіміз міне TV. Осылай үлкен әріппен V деп жазамыз. TV. Түсінікті болды деп ойлаймын. Енді exercise number 2. Look again and complete. Қайтадан қарада дейді. Мына тапсырмаларға, бірінші тапсырмаға, сосын мына жердегілерді толықтыр дейді. Бізде мысалға суретте қанша сағат бар, суретте қанша зат бар, соны біз мына жерге санап осылай санмен жазатын боламыз. Мысалға there дегеніміз бұл бізде қандай құрылым еді? There is, қайталап жіберемін, осыған байланысты сабақ салғанмын. Арнамнан көрсеңіздер, видеолардың арасынан көрсеңіздер болады. Бұл there is және де there are дегеніміз жалпылама бар деген сөз. Бар. Мысалы, there are two armchairs. Не дейді? Креслолар, екі кресло бар деп тұр. There are, мысалға, қанша мәт? Санаймызда, мысалға, бар деп айтамыз. Осыған байланысты сабақты көрсеңіздер болады, немесе осы астына описание бөлімінде қалдырып кетемін, ссылкасын. Қараңыздар.
There are two armchairs депті бізде. Two деген сол бізде екеу деген сөз, иә. Armchair сол бізде кресло. Екі кресло бар деп қойыпты. Міне, бір кресло, екі кресло. Сол себепті there are, яғни there are дегеніміз көпше түрде. Екі немесе одан да көп зат болса, ол жерде there are да қолданамыз, иә. Енді there is дегеніміз ол бізде жекеше түрде, жеке. Жекеше. Ал мынау there are бұл бізде көпше түрде. Есіңізді салып қою үшін жазып қойдым. Енді қараңыздар, maths дейді, көпше түрде тұр екен, мән беріңіздер. Яғни сөздің соңы s-пен жалғанып тұрса, мынандай s бұл бізде көпше түрдің жұрнағылар, лер, дар, дер деп, бала, балалар, кілем, кілемшелер, сол егер де мысалы table'дан кейін s жоқ демек, бірақ зат екен. Соған мән береміз. Bed дегеннен кейін s жоқ, сол себепті бірақ зат. Sofa дегеннен кейін де s жоқ, бірақ зат. Егер s болса, яғни ол бізде көпше түр деген сөз. Енді maths'ты санаймыз. Мына кілемшелер. 1 math, 2, 3, 4, 5, 6 maths. Яғни 6 кілемшелер екен. Сол себепті are дегенді жазамыз. There are, 6 деген қалай болады деді, міне. 6 maths болады. Көрдіңіздер ғой. Енді үшіншісіне қараңыздар, there are table дейді. Үстел, бұл бізде біреу ақ. Міне қараңыздар. Сол себепті there is біреу болған соң a артиклін қоямыз. A table. Яғни деген артикл, осы сабақты да түсінбесеңіздер, қандай артиклдер десеңіздер, астына описанияға бұны да қалдырып кетемін. Яғни дегенді қай кезде қолданамыз? Сөздің басы мынандай дауыссыз дыбыстарда басталса т деген бізде ағылшынша, қазақшада да т дауыссыз, қысқа дыбыс береді. Т. Саға дауыстылар бізде созылып айтылатын дауыстылар. Яғни деген артиклмен сөздің басы дауыспен басталу керек. There is a table. Енді bed дегенді қараңыздар. Бұл жерде де б қысқа, дауыссыз. Сол себепті there is a bed дейміз. Мына жерде sofa, s бізде дауыссыз, қазақшада да, ағылшыншада сол себепті there is a sofa. Деген артиклді қолданамыз. Wardrobe қараңыздар. Мысалға гардероб мына біреу. Сол себепті біреу. There is a wardrobe дегенді қоямыз. Енді clock дегеннің түбінде не жалғанып тұр? Мына s жалғанып тұр. Көпше түрдің жұрнағы, яғни сағатымыз көп екен. Санаймыз. 1 clock, 2 clock, 3, 4, 1 clock, 2 clocks, 3 clocks, 4 clocks. Яғни бізде 4 clocks бар екен. Еще астында бар екен, 4, 5, 6, 7. Яғни бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 сағат бар екен. There are дегенді қоямыз. Көпше түрде. 7 деген сөзді жазамыз. There are 7 clocks. There are 7 clocks деп жаздық. 7 сағат. Енді lamps, лампалар, мына S-ке қараңыздар, лампалар көп екен. 1 lamp, 2 lamps, 3 lamps. 3 lamps, сосын мына жерде 4 lamps. 4 екен лампа, сол себепті there are деп жазамыз. Енді 4 деп жазамыз. 4 деген сөз, 4 lamps. Яғни 4 лампа. Chair, сосын S тұр, көпше түрдің жұрнағы. Орындықтар санаймыз. 1 chair, 2 chairs, 3 chairs, 4 chairs. 4 екен, Басқа көріп тұрған жоқпын ба? Жоқ, 4 ғана көріп тұрмын. Енді жазамыз. There are 4 chairs. Дұрыс па санағаныз? 4 ма? 1, 2, 3, 4. Лампада 1, 2, 3, 4. Дұрыс. Енді қараңыздар, 10-шысы TVs деп қойыпты. Неге TVs? Өйткені TV болғанда бір теледидар болу керек еді. Ал S жалғанып тұр, бұл бізде теледидарлар деп тұр. Сонда there are деп айтамыз. There are 2 TVs. Яғни мұнда 2 теледидар бар. Екі теледидар бар деген сөз екен. Жалпылама, сонымен осы бірінші екінші сабағымыз аяқталды. Сабағым ұнаса лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де келесі жолы осы активити бойынша 3-4 сабақты саламын. Арнамнан алсаңыз және де достарыңызбен бөлісіңіздер. Goodbye!